Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы үйректің етімен және тауық еті қосылған котлет дайындайтын боламыз. Әсіресе мынау кішкентай балалардың миының жақсы дамуына, бұлшықеттердің жақсы дамуына, мынау асқазанға жеңіл келеді. Және де мынау салмақ тастап жүрген кісілерге, басқа да қанты бар, басқа да аурулар бар, диета сақтап жүрген кісілерге өте пайдалы. Үйректің еті мен үйректің майында өте көптеген витаминдерге бай. Витамин, жаңағы В тобындағы витаминдер, омега-12, омега-6, тағы да басқа витаминдер өте көп. Мен әрдайым баламен анама жасап беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сол себепті сіздерге де осы рецептпен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен бізге гречка керек болады. бір шыны гречканы мен алдын ала суға пісіріп алдым. Одан кейін бізге мына үйректің еті, тауықтың кеуде еті, 2-3 бас пияз, 1 бас сарымсақ және қара бұрыш, тұз және жұмыртқа керек болады. Ең алдымен үйректің еті мен тауықтың етін осылай бөліктерге бөліп аламыз. Өйткені алдағы уақытта біз ет тартқыштан өткізетін боламыз. Және де пиязымызды да бөліктерге бөліп аламыз. Үйректің етін тураған кезде сыртындағы майын алып тастамаңыздар, осы майымен бірге қосатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мөлшерлерін видеоның астына жазып кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін үйректің еті, тауық еті, пияз бен сарымсағымызды, гречка, жұмыртқа, татымына қарай тұз, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламын. Енді өздеріңіз тұзын, қара бұрышын қараңыздар. Егер тұз аз да болса тұз қосып жіберіңіздер. Міне жартысын мен осындай алып, бір ыдысқа салып, петрушка, укроп, кинза және кептірілген пияз қостым. Енді бұл міндетті емес. Егер ұнатып жатсаңыз, осындай көкшептерді қоссаңыздар болады. Мен жартысын осындай көкшеп қостым, жартысын ештеңе қоспай жасадым. Біздің фаршымыз дайын. Енді котлет жасап бастаймыз. Менде жартысы ұнға аунатып аламын, жартысын панировочный сухариге аунатып аламын. Осындай әртүрлі котлеттер жасап аламын, әртүрлі формада. Өйткені мен кішкентай балам бар, кішкентай балам осындай әртүрлі формада пісіріп берсем, қысығып, бір тал жаңағы еті қалмай жеп қояды. Сол себепті мен әртүрлі қылып жасап аламын. Осындай котлеттер жасап алдым. Осындай астына пакет төсеңіздер, өйткені қатырғаннан кейін шығарғанда тие және оңай алынатын болады. Міне жартысын мен осындай фрикадельке жасап алдым. Суп жасаған кезде осы супқа ыңғайлы кішкентай фрикаделькалар ыңғайлы болады. Қыздар міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және балаларыңызға миының жақсы дамуына, бұлшықеттерінің жақсы дамуына, асқазанына жеңіл, әрі дәмді болып тұрады. Сол себепті сіздер осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де мына үйректің еті мен тауықтың еті өте қатты қымбат емес қой. Бір жасап қойсаңыздар, балаларыңызға ұзақ уақытқа жететін болады. Тек өзіңіз жемейтін болсаңыз, балаңызға кез келген уақытта жаңағы алып буға пісіріп берсеңіздер де, қуырып берсеңіздер де, енді өте пайдалы, өте дәмді, балаларыңыз тез жеп қоятын болады. Мен котлетінде екінші түрін осындай қылып жасадым мен. Үшінші түр екен бұл. Және де үйректің еті мен майында өте көптеген витаминдер көп екен.
витамин 6, 12, В тобындағы витаминнің барлығы бар екен. Омега 6, омега 12, мынау анемиясы бар кісілерге өте пайдалы екен, қанын жақсы көтереді екен. Және де мынау диета сақтайтын кісілер бар ғой, мынау қанты бар кісілер көп тамақ жей алмайды, сиырдың еті болмайды, қойдың еті болмайды ол кісілерге. Сондай кісілерге осы үйректің еті мен тауықтың етінен, осы котлет немесе тауықтың етін, үйректің етін жесе өте пайдалы. Өйткені бұл жерде витаминдер өте көп. Қойдың еті сияқты, сиырдың еті сияқты ауыр болмайды. Сол себепті осы тауықтың еті мен үйректің еті қосылған котлет жасап қойсаңыздар да болады. Бір тамақты жей бергеннен гөрі әртүрлі тамақ жасап жесе енді дәмді әрі көңіл күйлері жақсы көтерілетін болады. Мен барлығын осылай қатырып алдым. Ендігі кезекте осының барлығын пакеттерге салып морозильникке қойып қоямыз. Кез келген уақытта алып, қуырып, буға пісіріп жей берсеңіздер болады. Ең соңғы жасаған котлетім шұжық тәріздес. Пищевой пленканы алып ұзынша қып кесіп, ортасынан тағы бір кесіп, фаршты салып, екі жағынан жаңағы столға былай домалатсаңыз шұжық сияқты болады. Және екі жағынан мен жіппен қатылап байлап қойдым. Жаңағы суға пісірген кезде фаршымыз ағып кетпеу үшін. Сыртындағы пленкасын алып қуырсаңыз да болады. Енді ол әртүрлі фантазияңызға қарай жасай бересіз. Барлығын қатырып алдым. Енді осылардың барлығын пакеттерге салып, морозильникте сақтап қоямыз. Кез келген уақытта алып, қуырып, буға пісіріп жей берсеңіздер де болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, әрі пайдалы, әрі жеңіл. Егер менің рецептім ұнап жатса, арнама тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.